Достар, қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Мені барлығыңыз білесіздер, Қосақ жобасының қатысушысымын. 5-6 маусымдарда жобада отырдым. Енді 7 маусым болайын деп жатыр, бұйырса 7 маусымға кастинг болады. 2 тамыз күні Алматы қаласында өте үлкен масштабный кастинг. Еліміздің түкпір-түкпірінен енді адамдар барады деп айтайыншы. Сол кастингке сіздер де барып, Қосақ жобасының қатысушысы болу мүмкіндігін ала аласыздар. Сондықтан егерде сіздердің бір өмірлеріңізде екінші жартыларыңызды тапқыларыңыз келіп жүрсе, сол міндетті түрде осы кастингке барып қатысуларыңызды сұраймын. Негізі Қосақ жобасы еліміздегі ең мықты жоба, сондықтан қорықпастан ол жерге бара берсеңіздер болады. Сондықтан 18 жастан бастап кез келген қыздар мен ер азаматтар кастингке қатыса алады. Астында көрсетілген сілтемеге өтіп, міндетті түрде толық ақпарат үшін сол номерге жазсаңыздар болады. Бірақ сонда қайырлы кеш достарым десеп жатсыздар. Кішкене осылай сөйлеп шығып қойыншы, арасында деп қоямын өзімше. Жаңағы барып алтын алып болғаннан кейін бір күшті настроением күшті болып, үйім бәрін жинап, хлормен жуып, басқамен жуып, бүкіл шаңдарды сүртіп, кәдімгідей қыз деген сол болып, қыздар деген өзіне кішкене көңіл бөліп қалса, мәз болып қалса, сөйтіп жан жағының бәрін күшті қылғысы келіп тұрады. Сөйтіп бір уф деп жатқаным бар. Сосын кастингтің видеосын салған болатын. Соған байланысты тағы да барайын деп жатсыз ба, 7 сезонға келесіз ба деп жазып жатқандар бар екен. Енді мен 5 маусымда 3 ай, 6 маусымда полный отырдым. Тағы да бір маусым отыру сәл қателеу ма деп ойлаймын негізі. Тем более халық мені бір-ақ адаммен көргеннен кейін халыққа басқа бір адаммен мені көру жарастыру өте қиын болады ма деп ойлаймын. Сондықтан олай болмайды деп ойлаймын, жалпы бармайтын шығар деп ойлаймын. А так мен бір басқа елге кетуді жоспарлап жүргенім бар бұйырса. Сондай күшті алтын сақина таңдап алдым. Қарасаңыздар болады. Қазір сорпа программасымен төлеп көрсететін боламын. QR-ды басамыз. Мына жерде QR шыққаннан кейін 108.600 мені төлену керек. Оплатить деп басамыз. Жасалды ма? Міне. Қыздар енді салғаным жақ. Қайырлы күн, қалайсыздар? Жақсыздар ма? В общем, бірден Қалдарыңыз қалай? Мен қазір покупка жасауға бір күшті жерге келгенім бар. Стористарды қарап отырыңыздар, қыздар үшін өте қажетті дүниелерді көрсететін боламын қазір. Адель деп қалдым. Қалайсыздар достар, бүгін мен косметика таңдауға. Мен косметика магазиніне шықтым. Неше түрлі косметикалар алдым. Енді көрсетіп боламын не алғандарымды. Енді, андай нәрсе ғой. Дала өте ыстық. Сонымен көп далаға да шыққым келмейді. Сосын еще мен директорды ашып оқысам, маған жазыпты, бірденше адам жазыпты. Неғып сыртқа шықпайсыз, ылғи үйден сторис саласыз, сыртқа шығуға қорқып жүрсіз ба, сізді алып қашады деген сияқты. Жоқ достар, жалпы мен ешкім алып қашпайды. Ол кісі де енді Сержанда историясында мен Ағылкен алып қашайын деп жатырмын деген әңгіме айтпаған ғой. Может быть, басқа бір қызды алып қашқысы келген шығар енді, бірақ ол менің мінезімді өте жақсы біледі. Мен не только алып қашу, менің қалауымсыз орындалған кез келген нәрсеге өте қатты қарсы қалатын адаммын. Мен мінезім қатты екенін де білесіздер, мінезім өте қатты шығып кетеді. Сондықтан ол нәрсе үшін емес, просто дала ыстық болғаннан кейін ештеңе жақпайтыны бар. А так сол жаңалық жоқ.